Тамақ ішіп жатырсың. Тамақ ішіп жатқан кезде ештеңені ойлап, құрысып, бұрысып, бірдеңе отырған жоқсың. Сол тамақтың тәмінен ләззат алып, сол тамақты бойыңа сіңіріп ішіп жатырсың. Сіңірген кезде адам мүлде аз тамақ ішеді. Сол тамақты беріліп, дәмін сезініп, шайнап ішкен кезде сен 3 есе аз тамақ іше бастайсыңдар. Маған баяғы Қытайда жүрген кезде менде бір дизайнер болды, еврей жігіт. Сол йогпен айналысқан екен, йогамен. Сонда айтады, Индияға барған кезде сол үлкен бір Индияға бардық, үлкен бір сол йогты медитация үйрететін орталыққа бардық дейді. Мен сол философияны айтты, медитацияны үйретті, дыхательный техниканы үйретті. Соң түскі тамақ болды дейді. Түскі тамақ ішетін кезде. Енді аналар полный курс төлеп тастаған ғой, все включено. Все включено деген Турцияға шет кезгенге дейін алғанға барсаң, ана тамақ ішетін жерде қанша ішсең сонша ішесің. Тамағың ішетін арағың, сыраң, тамақ түгел қанша уақыт ішсең, адамдар аңген 5 тәлинкеден алады. Өйткені төлемейсің, сен 5 тәлинке алдыңда, 1 тәлинке алдыңда бәрі. Сөйтіп төлеп тастаған ғой бәрі, үйренген соған. Сен барғаннан кейін виноград алып кепті. Виноград алып кепті де, айтты, бүгінгі тамақтарың осы деп. Соң кейін виноградтың бір-біреуін ғана беріпті. Бір-бір неменесін. Бір үзімін ғана. Бұны өзбекке барған дейді бір қазақ. Білесіңдер ғой бәрің, да? Соң 100 алып кепті дейді, қазақ ана уыстап жеп жатса, өзбек айтады дейді, қазақ, бұның бізде үзім дейді, бір-бірден үзіп жейді десе, қазақ айтады дейді, бұны бізде жүзім дейді, бір жегенде 100-ін жейді. Анда барған сол қазақтар сияқты болған соң. Соң айтады дейді, аналар шулай бастады дейді, возмущаться етіп. Что за дела? Что такое? Мы қанша ақша төледік. Мына бір виноградың несі деп. Соң айт дейді, қазір сендерді осы бір виноградпен тойдырамыз деп. Соң кейін ауыздарына салғыз айтқан, сал, дәмін сезін, иісін сезін, дәмін сезін. Соң кейін сілекеймен айналыстыр. Соң бір виноградты 10 минут жедік дейді. Бір виноград неменені. Соң кейін вообще дейді, голод жоқ. Соң тойдыңдар ма деп тойдық деп айтты, енді кеттік ары қарай медитация жасаймыз. То есть енді немен айналысқан кезде соған сол нәрсемен